Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Мұратбек Есжан, Мұрагер студенттік театрының белді мүшесі болам. Осы Мұрагер студенттік театрына мен кіргеніме биыл мен 4-ші жылға кетіп бара жатыр. Құдай қаласа, биыл бітіріп, соңғы Айқай 3 спектаклін ойнап, бұйырса универ қабырғасынан ұшатын боламыз. Ең есте қалған рөліңіз және де спектакліңіз Мұрагер театрының? Ең есте қалған спектакль бұл жерде бетперде деп аталады. Осым дейтін, маған еңбегі түбісің бейтін, жақындарымнан шаршап, арқаңнан қағып, жан досым дейтін, сатқындықтары бар кешірмейтін, жалған достан да жалықтым. Айта берейін ба? Айта берейін ба? Менің есінде қалған ең жақсы спектакль ол бетперде деп аталады. Бұл спектакльде біз көптеген импровизацияларға жасадық. Оның ішінде мен Бауыржан екеуміздің бірге шығып ән айтатын жеріміз бар, дос туралы. Ол әнді мен осы спектакль боларға 2 күн қалғанда қосып спектакльге жаттайын деп сөзін толық жаттай алмай, әдемі куплет бәрін айтып беремін да, ең соңында сөзін ұмытып қалғанда на-на-на-на-на-на-на-на деп кеткен жерлер өте көп болған. Жанымдағы аман-бол гитараны тоқтата салмаған, соғап кете берген, әнді тақанса на-на-на-на-на-на-на-на-на деп кеткен болатынбыз. Менің есімде қалған осы 4 жылдағы ең жақсы қызықты спектакль осы болған еді. Келесі келе жатқан жас студенттерге берер ақылыңыз осы Мұрагер студенттік театрындағыларға? Менің берер ақылым, енді ақыл деп қатты айтпай қояйық, бәрі өзімізбен шамалас балалар. Ең бастысы жиналыстан қалмау, бұл біздің актерлардың ең бірінші уақыт ұстау деген ең бірінші міндетіміз бұл. Бұны міндет қылып қабылдаңыздар, шақырған уақытында жарты сағат бұрын келіңіздер. Дайындыққа әрине сақадай сай болып келу керек, берген тапсырманың бәрін орындау керек. Міне осылай жасап жүрсеңіздер, сіздерден мықты актер, актриса шығатынына сенімдіміз. Тілек? Мұрагер студенттік театрына бұйырса алдағы уақытқа тілерім тек толағай табыс, керемет шығармалар, керемет спектакльдер тола берсін дейміз қоржындарына. Сіздермен бірге болған мен Есжан Мұратбек. Алдағы уақытта тек сәттілік.